Жаздың аптап ыстық күндері басталғаннан бері терек мамығы қала тұрғындарына біршама кедергілер келтіргені белгілі. Өйткені бір аптадан артық уақыт бойы теректің мамықтары қала көшелерін ақ мамыққа айналдырып тастады. Кейбір тұрғындар тіпті көшеге шығудан қалғандарын да айтқан болатын. Ал өңіріміздің төтенше жағдай мамандары терек мамығынан өрт салдары жиілеп кеткенін айтады. Мәселен, бір аптаның ішінде 50 от тұтану жағдайлары тіркелсе, олардың 17-сінде терек мамығынан от тұтанулар орын алыпты. Возгорается практически мгновенно из-за даже мало. Терек мамықтары өте жылдам жалындап кетеді. Аз калориялы жалын көздерінен. Яғни сөндірілмеген темекі түтіні мен сіріңкелерден. Өйткені терек мамықтары бір жерге үйіліп алады. Кесірінен ол жалындап ғимараттарға да тұтануы мүмкін. Ал ақ халаттылардың айтуынша терек мамығы тіптен қауіпсіз дейді. Ол тозаң өсімдіктері осы кезде гүлдейтіндіктен көбіне сол аллергия жағдайын туындатады деп отыр. Қазірдің өзінде осындай жағдайлармен ауруханаға келетіндердің саны жиілеп кеткен. Күніне 3-4 адам дейді. Дегенмен бұнымен амбулаториялық деңгейде емделуге де болатынын айтады. Бірақ ең бастысы осы уақыттарда серуендерді бәсеңдетіп, жиі душқа жуынып отыру қажет деп есептейді. А в это время в июне у нас цветут злаковые растения. Райграсс, пырей. Осы кезде, яғни маусым айында кейбір аллергия туындататын өсімдіктер гүлдейді. Осылар терек мамығына жабысып алады. Кесірінен аллергия туындатуы мүмкін. Бірақ жай ғана терек мамығынан аллергия туындауы мүмкін емес. Айта кеткен жөн, оттың тұтанулары жағдайлары Петропавл қаласы мен аудандарда да болған. Ең көп жағдай Шалақын және Ғабит Мүсірепов аудандарында тіркеліпті. Сол себепті төтенше жағдай мамандары терек мамықтарын үйлерінің маңайында әрдайым жинап отырып, өрт қауіпсіздігі шараларын сақтап отырған жөн дейді.